Қызылқұмның Тәуелбай өңірінде Тамды ауданының Әйтім ауылында Құрымбайдың елеусіні деген жырау өткен. Елеусіннің аталас туысы әрі шәкірті болған Жүсіптің нәбиінің айтуы 1942-43 жылдар еді. Ауылға 2-3 күн сайын пошташы келетін. Біз балада болсақ, пошташының келгенін қаламайтынбыз. Себебі ауылда онсыз да таң ата, түстен кейін және күн батарда бір үй әкесін жоқтап, бір үй баласын жоқтап, дауыс шығарып жататын. Сол пошташы келген күні де тағы да бір үйден жоқтаудың дауысын естетінбіз. Менің есейіп қалған кезім, басы өзім, бір топ бала боп, пошташының ас су шай ішіп отырған үйіне барып, есегін сабайтынбыз. Кейде тіпті шайланың тасасынан пошташының да өзіне тасататынбыз. Осы күні ойлап отырсам, сондай ауыр қаралыға барды, ел аралап көтеріп жүру, пошташыға да санасыз хайуан есекке де оңай емес екен. Сол жылдары бірде елеусін жырау ел аралап жүріп құдықшыларға кез бопты. Құдықшылардың арасында басындағы қызыл орамалының сыртынан киіз қалпақ киген қыз баланы көріп, қал жайын сұрап сыр тартқанда, қыз атажан-ау, үйде қартайған ата анам бар, жалғыз ағам бар еді, соғысқа кеткен. Қат-қабар болмағалы жылдан асты. Қалқозда кассирші болып жұмыс істейтін едім. Айлығым шайлығымызға жетпеді ата деп, қыз кемсеңдеп жылап жіберді. Атамның қасында мен де бар едім. Сонда байқадым, қыздың бетінде оң көзінің астында меңі бар екен. Міне осы уақиғадан кейін елеусін атам ел арасында Айкөке деген өлеңін жиі айтып жүрді. Сәбитжан деп күрсінген еді Нәби ақсақал. Құдықшылар салар шеген, әр жерге құламасау қойып бүгін. Бастыққа тұрмыс үшін бердім арыза, жан көке-ау құдықшы боп жүрем деген. Көкеме айғайым бар алыстағы, кемпір шал қайғырады-ау алпыстағы. Қарамай өзің жоқты тастап кетсем, жан көке-ау артыңдағы намыстағы. Құдықта мен жатырмын айқай салып, бақтимын кемпір шалдау кімге апарып. Бұл күнде ашадаңа жұрттың бәрі, сұм заман бара жатыр күнде тарып. Құдыққа салмай шеген құлағанды, жалғыздың су түбінде жылағаны. Құдайға зорлығым жоқ, зарлығым көп, көкемді-ау көрсетші деп сұрағаны.
болсаң көкау бүйтіп жүрер медім, қанды жас қайғылы күн көрер медім. Есітсем ең болмасау хабарыңды, ай көкау қуанғаннан өлер медім. Құдай-ай, көкем менің келер мекен, жүргем дау құдықшы бұл көрер мекен. Әр күнді қарсы аламын тәтті үмітпен, Құдайың тілек болсай берер мекен.